Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода фарштан жасалынатын люля кебаб тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен фаршымыздың үстіне бір дана жұмыртқамызды саламыз. Келесі кезекте дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұз, қара бұрыш, кішкене қызыл бұрыш, универсальный приправа және шашлычный приправа салыңыздар. Келесі кезекте наннан жасалынған панировка салдым. Панировканың рецепті каналымда бар. Одан соң майдалап туралған пиязымызды саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Панировканың ссылкасын мен төмендегі описанияға қалдыратын боламын. Енді фаршымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін осылай видеодағыдай жасаңыздар, сол кезде формасын әдемі ұстайтын болады. Енді осындай шпажкемізді аламыз. Шпажки қатты ұзын болғандықтан мен ортасынан бірдей етіп бөліп алдым. Ал енді кішкене фаршымызды алып, арасына шпажкемізді салып, люля кебабтың формасын жасаймыз. Құрметті менің оқырмандарым, менің каналымның әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Алдағы уақытта асханаға қажетті пайдалы лайфхактармен, басқа ұлттың тағамдарымен, сонымен қатар алдымыз жаз болғандықтан шөліңізді басатын сусындардың рецептімен бөлісетін боламын. Ал енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құямыз. Менде 13 штук шықты. Қазанымыздағы май қызғаннан кейін люля кебаптарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Фаршымызды екі бетін қызартып әдемілеп қуырып алдық. Ал енді алдын ала ашып қойған картошкамызды алып турайтын боламыз. Немесе турамай-ақ шағын көлемдегі бүтін картошкаларды да пайдалансаңыз болады. Ал енді тұзымызды және де шашлычный приправамызды сеуіп, жақсылап бір араластырып аламыз. Қызып тұрған майымызға картошкаларымызды шетінен салып, қызартып қуыратын боламыз. Міне осылай әдемі болып қызартып қуырып алыңыздар. Картошкаларымыздың бәрін қызартып қуырып алғаннан кейін майымыздың біраз бөлігін құйып аламыз да, кішкене бөлігін қалдырамыз. Ал енді картошкаларымыздың бәрін саламыз. Келесі кезекте люля кебабымызды орналастырамыз. Ал енді үстіне шамалы су құятын боламыз. 30 минутта баяу отта пісетін болады. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Тарелкаға картошкаларымызды салып, үстіне люля кебабымызды орналастырып, пиязбен сәндеп ұсынсаңыздар әдемі көрінеді. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, онда видеома лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.
Осы жерге каналымдағы басқа да видеолардың сілтемесін қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Амандықта жолыққанша сау болыңыздар.